психологтардың пайымдауынша, сырт келбеті арқылы әйел әлемге өзін таныстырады. Оныңыз рас ағам, сұлу емес, ару болмайды. Әйелдің барлығы әдемі. Ал әдемілік немен өлшенеді осы? Ішкі жан дүниенің тазалығын былай қойғанда сұлулық шаштың түсі мен ұзындығы, қас пен кірпіктің қалыпты жағдайда болуы, киім киюдегі стилімен ерекшеленеді. Бұл сұлу қыздардың айтатын сөз ғой. Бұл біраз шығынды талап ететін шығар, Жоқ аға. Әдемі болып көріну үшін шығындалудың қажеті шамалы, бірақ ескертулер мен ережелерді естен шығармау керек. Бір сәтте ханшайымға айналып шығу тек ертегілерде ғана болады. Ал өмірде ханшайым болу үшін күтім жасау керек. Ең ыңғайлысы жаңа күннің сұлулық зертханасы айдарын жиі көру керек. Мінеке енді сізбен толықтай келісемін. Қымбат көрермендер, экранға бірге назар аударайық. Қайырлы таң, мен Ерлан Айнабеков. Сіздерге бүгін тағы да бір шаш үлгісін жасап көрсетемін. Шашы жұқа қыз келіншектер үнемі бізге келіп, шаш үлгісін, шаш көлемін қалай көтеруін білмей, бізден ақыл кеңес сұрап жатады. Яғни мен сіздерге және бір жеңіл жолын көрсетейін. Жансая бүгін бізге шаш үлгісін жасауға көмектеседі. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, Жансаяның шашы өте жұқа және сирек деп айтуға болады. Бүгін біз гафренің көмегіне жүгінеміз. Мен қыз келіншектерге кеңес берер едім. Яғни гафри, утюжок, плойканы қолданбас бұрын термо қорғау спрейін себуге кеңес берер едім. Шашқа бір себу сепсек, сол жеткілікті. Яғни төбенен 1-2 сантиметр қалдырамыз. Себебі әрқашанда қандай шаш үлгісін, шаш боясақ та, шаш плойкамен немесе үтікпен жасағанда да әрқашан шаштың түбін қорғау қажет. Көріп тұрғандарыңыздай, шегірім көлем пайда болды. Яғни өте ұштарына жасау қажет емес деп ойлаймын, себебі ол шаштың астында көрінбей қалып кету керек. Сырт көзге байқамауы қажет.